Армысыздар ардақты ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Бүгінгі тақырыпта баспана алу мәселесі бойынша кезекті 4-ші лайфхак видео қабыл алыңыздар. Осының бәрін сіздерге талқылап тәппіштеп түгел айтып беретін боламын. Құрметті достар, жалпы баспана алам десеңіз, сіздің алғашқы қадамыңыз осы каналдан басталады. Сондықтан міндетті түрде подписаться деген кнопканы басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлық группаларға, ағайын туыс бауырларға, дос жарандарға осы каналдың сілтемесін таратыңыздар. Жалпы осы каналда тек қана актуалды тақырыптар, баспана мәселесі бойынша видеолар өте көп. Әсіресе, құрметті достар, плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен Қазақстан Республикасында болып жатқан барлық бағдарламалардың шарттарымен, талаптарымен таныса аласыздар. Сондықтан міндетті түрде осы каналдың тұрақты көрерменіне айналғыңыз келсе, подписаться кнопкасын басып, лайктарыңызды аямай, комментарийлеріңізді өкіртіп тұрып жазып отырыңыздар. Сіздің лайк басқаныңыз, комментарий жазғаныңыз маған шабыт береді, мен осындай видеоларды түсіре беремін. Сонымен, құрметті достар, кеттік. Көп сөз өздеріңіз білесіз, қандай сөз? Мен тақырыпты бастайын, мұқият тыңдаңыздар, қаламдарыңызды алып, жазып түртіп отырыңыздар. 4-ші лайфхак видео. Мәселен, 7-20-25 бағдарламасы бойынша сіз баспана алғыңыз келді. Өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қаласында, ірі қалаларда 7-20-25 бойынша максималды үйдің бағасы 25 миллион теңгеге дейін. Яғни 25 миллион теңгенің сізде 20% алғашқы жарнасы 5 миллион теңге болуы керек жалпы. 25 жылға дейін займ рәсімделеді 7%-бен. Жалпы осы бағдарлама бойынша жаңа айттым ғой, плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен толық ота-доя таныса аласыздар. Бүгінгі видео лайфхак видео. Енді кеттік. Жалпы түсіндік, 7-20-25-пен алғыңыз келеді. Бірақ сіздің қолыңызда небәрі 2,5 миллион теңге бар, немесе мүлдем алғашқы жарна жоқ. Не істеу керек? Оның өзіндік бір шешімі бар, оны сіздерге айтып беретін боламын. Жалпы осындай ситуацияларда көп брокерлік компаниялар, немесе жаңағы ипотекалық компаниялар клиентке өздерінің жаңа тұтынушысына былай айтады екен: сіздің қолыңызда 2,5 миллион болса, давайте кез келген екінші деңгейлі банктерден ақшалай қарыз алып жіберейік, добор жасайық деп қояды. Осындай әдеби сөзді келіп қойыпты, добор жасайық деп. 2,5 миллион теңге қолыңызда бар, Народный банкке барамызда 2,5 миллион теңгені ақшалай қарыз ала саламыз дейді. Естеріңізге сала кетейін, құрметті достар, екінші деңгейлі банктерде қазіргі процентная ставка, қазіргі таңда ұлттық банкына базалық ставканы көтергелі бері минимальный 19%-мен береді. Максимальный 29-ға дейін кетеді годовая эффективность ставкасы. Микрофинансовый организациядан қарыз алсаңыздар 55%-ға дейін аласыздар. Процентный ставка. Масқара ғой бұл деген. Оның ай сайынғы төлемі переплатасын ассаңызшы, ойбай, шашыңыз ағарып кетуі мүмкін. Сондықтан мен не істеймін? Бұны сізге қадап тұрып, дәл осылай істе деп атқан жоқпын. Ұсыныс. Қараңыздар, мен не істеймін? Менің алдыма келеді тұтынушы, мен оған айтамын: ең бірінші сіз кепілге қоятын нысан табыңыз деймін. Ең бірінші менің ұсынысым. Яғни, сізді жақсы көретін туысқаныңыз болуы мүмкін, досыңыз, керемет араласатын әріптесіңіз болуы мүмкін, өзінің үйі бар, баспанасы бар. Сол кісілерден сұрайсыз: үйіңізді уақытша кепілге қоя тұрсам бола ма, кейін ақырын босатып берем деп. Әрі қаратай тыңдаңыз, әлі қиса былай. Үйді таптыңыз. Екінші менің ұсынысым, сол үйге пропискаға тұрасыз. Жаңағы туысыңыз болсын, үйін кепілге сізге рұқсат беріп тұрған танысыңыз болсын, досыңыз болсын да, сол үйге пропискаға тұрасыз. Енді пропискаға тұрып, осы екеуін бітіріп алғаннан кейін мен не істеймін? Қараңыз, мұқият тыңдаңыз. Отбасы банк арқылы осы үйді кепілге қойып, ремонтқа деп ақша шығарып алу жолын айтамын. Ремонтқа. Отбасы банкінде ремонтқа деп ақша шығаруға болады. Яғни, сіздің қолыңызда 2,5 миллион теңге бар. Отбасы банкінде 50-50 займ түрі бар. 50%-ын бірден салып 8,5%-бен, немесе отбасы банк арқылы депозит сатып алып, 50%-ын салып 5%-бен займ рәсімдеуге болады. Мен көбінесе өзімнің оқырмандарыма депозит сатып алуды ұсынамын. 5%-бен 6 жылға под залог, квартираны залогқа қойып, ремонтқа деп ақша шығарып аласыздар. Яғни 2,5 миллион салдыңыз, енді онлайн уступқа кірсеміз. Кішкене еске түсіреміз. Жалпы опы жайында менің YouTube каналымда видео бар, онлайн уступка жайында видеолар бар. Міндетті түрде соны көріңіз. Опы білген, опық жемейді деп бекер айтылмаған. Қараңыз.
2,5 миллион бізде бар. 5 миллион қарыз шығарғымыз келіп тұр. Яғни формуланы еске түсіреміз. Үйдің құнын 16-ға көбейтіп 1000-ға бөлеміз. Немесе ремонт жасайтын ақшаны 16-ға көбейтіп 1000-ға бөлеміз де керекті вознаграждение шығарып аламыз. Яғни дәл сол вознаграждениені банктың сайтынан сатып аламыз. Біздің қолымызда 2,5 миллион бар. Яғни мына 5 миллионды 16-ға көбейтіп 1000-ға бөлсеңіздер 80 000 шығады. Қосымша 80 000 теңге керек депозит сатып алуға. Яғни біз 80 000 вознаграждениесі бар депозит сатып аламыз. 2,5 миллионыңыз бар. Тағы да біреулерден 80 000 қарыз ала тұрасыз. Может, сізде бар шығар енді міндетті түрде айлығыңыз түседі деген сияқты. Вознаграждение сатып аламыз. Ол кезде займ ай сайынғы төлемі қалай? Ай сайын 40 500 теңгеден төлейсіз, 6 жылға беріледі 5%-бен. Переплата 6 жылда небәрі 416 000 теңге. Оған жарайды 80 000 теңге депозит сатып алған ақшаны қосыңыз, 496 000 теңге. Небәрі керемет емес па? Ал сіз екінші деңгейлі банктен жетпей тұрған сумманы қарызға алатын болсаңыз, ай сайынғы төлем переплатаны айтпай қояйын. Каспий банктың өзінен 1 миллион теңгені 4 жыл қалсаңыз, или 3 жыл қалсаңыз, үстінен 2 миллион, 3 миллион қайтарып бересіз. Мына жерде сіз 2,5 миллион теңгені 5%-бен алып тұрсыз, онлайн уступканың арқасында. Міне, сіздің қолыңызда уже 5 миллион теңге бар, ақырында барғарта 7-20-25-дің алғашқы жарнасын шығарып алдыңыз. Welcome, 7-20-25-дің пәтер алуға болады. Енді кейбіреулердің қолында ақша жоқ болуы мүмкін, мүлдем алғашқы жарна жоқ. Онда не істейміз? Дәл сол кепілге зат іздейміз, сол үйге пропискаға тұрамыз, жаңа әйеліңізді тұрғызасыз сол үйге пропискаға. Умай әйелдер ипотекасы бойынша ремонт деген бар. Алғашқы жарнасыз ремонт, бірақ процентінің ставкасы сәл қымбатырақ, 13,5%. Бірақ екінші деңгейлі банкке қарағанда тиімді. Ешқандай алғашқы жарнасыз 5 миллион теңгені ремонтпен шығарып аласыз, 13,5%-бен, 13,5% кейін 3,5%-ға дейін төмендейді. Міне, алғашқы жарнаны осылай отбасы банктен шығарасыз да, екінші деңгейлі банктерге барып 7-20-25-пен займ рәсімдеуге болады. Ең бастысы кредитный историяңыз жақсы болу керек, табыс болу керек. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Лайфхак 4-ші видео қабыл алыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше айтпақшы, каналға жазылдыңыз ба? Подписаться кнопкасын басыңыз, ұмытпаңыз. Мына видеоны түсінбесеңіз, қайталап көріңіз. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.